Құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Мен бұрын паста жасауды өте ұзақ және қиын деп ойлайтынмын, сөйтсем қателесіппін. Итальяндықтардың өздері таң қалған пастаның рецептін сіздерге ұсынғалы тұрмын. Тез жасалатын керемет дәмді асты сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін алдымен табамызға сұйық май құйып қыздырып аламыз. Зәйтүн майын немесе сары май пайдалансаңыздар да болады. Майымыз қызғаннан кейін майда торкөздерге туралған пиязды салып, үстінен 1-2 тісше сарымсақты салып қуырамыз. Пияз қуырылғанша бір жағынан суымызды қайнатып, спагеттиімізді дайындауға кірісеміз. Мен осында Добродея фирмасының лингвинин пайдаландым. Спагеттиді де алып пайдалансаңыздар да болады. Қатып қалған қағида жоқ. Достар, каналымның дамуына үлкен үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төменде қызыл подписаться батырмасын басып, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, ең алғаш болып жүктелген видеоларымды көре аласыздар. Ұсынған видеоға лайк басып, төменде пікір қалдыра кетіңіздер. Пиязымыз қуырылғаннан кейін сарымсақтарды алып тастаймыз да, үстінен ірілеп туралған тауықтың төс етін салып, сөлі азайғанша қуырамыз. Қуырылу барысында татымына қарай тұз, бұрыш қосып, араластырып отыру керек. Осы жерде үйде черри қызанағы болса, черри қызанағынан 4-5 дана қосып жіберсеңіздер де болады. Әбден қуырылып болғаннан кейін 20% сливки қостым. Сіздер 20 немесе 33% сливки қоссаңыздар да болады. Және қайнап жатқан спагеттидің суынан 2 ожау қосып жібердім. Енді етіміз піскенше баяу отта 10-15 минут бұқтырып қоямыз. Сіздер итальяндық пастаны қалай жасайсыздар? Өзгеше рецепт болса, төменде комментарий бөлімінде өз рецепттарыңызды қалдыра кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздердің рецепт бойынша міндетті түрде жасап көретін боламын. Баяу отта етіміз бұқтырылғаннан кейін үстіне мен аздап аскөк қостым және лингвиниді суынан сүзіп алып, қосып араластырамыз. Бұл жерде ескерте кететініміз, лингвиниді суынан сорғытқаннан кейін мұздай суда шаюдың қажеті жоқ. Ұсынатын тарелкамызға салып, үстінен үкіштен өткізген сыр қосамыз, немесе пармезан қоссаңыздар да болады. Осымен біздің итальяндық пастамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Нұржамал. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.